Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Бүгін біз ақпаратты өлшеу бірліктері және ақпараттың көлемін анықтау тақырыбын қарастырамыз. Жалпы информатиканың негізі бұл ақпарат туралы түсініктен тұрады. Жалпы бұл 5-ші, 7-ші, 8-ші сыныптардың тақырыбы. Ақпарат дегеніміз не? Ақпараттың қандай түрлері бар? Ақпаратты жіберу түрлері, ақпаратты сақтау, ақпаратты өңдеу деген сияқты түсініктермен өздеріңіз таныс шығарсыздар. Оларға да қарастырмай ақ қояйық. Жалпы ақпаратты өлшеу дегенге келетін болсақ, жалпы кез келген затты, кез келген нәрсені салмақты, кез келген бір ұзындықты өлшеген сияқты біз ақпаратты да өлшей аламыз. Ол ақпарат дегеніміз не? Мысалға, ақпараттың 5 түрі бар, ол мәтіндік ақпарат, бейне ақпарат, фото ақпарат, графикалық, сандық ақпарат деген сияқты. Осы ақпараттың түрлерінің барлығы, мысалға, біздің телефонымызда сақталған бір аудио, бір дыбыстық ақпарат болсын, немесе біздің телефонымыздағы бір видео. Оның бір өзіндік салмағы бар. Мысалға, 5 мегабайт деген сияқты, 15 килобайт деген сияқты өздерінің салмағы болады. Осы салмақты өлшеу, яғни мысалға біз затты өлшейміз. 1 килограмм картоп деген сияқты, немесе 1 тонна картоп деген сияқты. Ол өлшем бірліктері де әртүрлі. Тура сол сияқты ақпараттың да өлшем бірліктері бар. Ол ең кішісі бізде бит, биттен кейін байт. 1 байт 8 битке тең. Кез келген символ 1 байттан тұрады. Мына жерде алдында түсіндіргендер қалып қойыпты. Мысалға, мына жерде ақпарат деген сөз беріліпті. Осы ақпарат деген сөзде неше символ, неше байт, неше бит бар екенін анықтауды көрсетті. Егер бізде мынау ақпарат деген жерде сөзді санаймыз, бір сөз санаймыз, мысалға, мынау 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Егер 7 әріп болатын болса, онда ол 7 символ деген сөз. Егер бұл әріпті ғана санамаймыз, бос орынды да санаймыз. Егер бос орын болатын болса, мынау арасында бос орын деп қарамайық, просто түсінікті болу үшін кеңейтіп жазылған. Арасында бос орын болса, бос орынды да санайсыз. Үтір, нүкте, кез келген тыныс белгісінде символ ретінде санайсыз. Мысалға, ақпарат деген сөз 7 символдан тұрады. 7 әріп ол 7 символ. Бір символымыз 1 байтқа тең, ол 7 байтқа тең болды. Ал байттан битке ауыстыру үшін біз 1 байтта 8 бит болғандықтан 7-ні көбейтеміз 8-ге, сонда 56 бит болды. Енді дәл қазір сізге тапсырма, өзіңіздің атыңызды және фамилияңызды жазып, сол жерде неше символ бар, неше байт бар, неше бит бар анықтаймыз. Фамилияңызды және атыңызды жазған кезде, мысалға, бір қатарға жазамыз. Былай: Бекжан Нұрбала. Енді сіз мына арасындағы бос орынды санайсыз. Мысалға, Бекжан деген 6 әріп, мынау 7-ші болады, мына бос орын 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Жалпы 14 символ болды. 14 символым 14 байтқа тең. Енді 14 байтты битке ауыстыру үшін 14-ті көбейтемін 8-ге. Сол кезде біз мынау ақпараттың көлемі бит арқылы табамыз. 14-ті көбейтемін 8-ге, 112 екен, 112 бит. Сізде қандай өлшем бірлігінде сұрап тұр, соған дейін ауыстырасыз. Егер байтта сұрап тұрса, байтқа ғана ауыстырасыз, битте сұрап тұрса, битке, Жақсы. Келесі, мынандай кестені толығымен интернеттен ашып жаттап алыңыз, жатқа білуіңіз керек. 1 байтта 8 бит бар, 1 килобайтта 1024 байт бар, 1 мегабайтта 1024 килобайт бар деген сияқты. Ұмытып қалсаңыз, жазып алсаңыз болады. Ақпараттың қасиеттері деген тақырып бар, 9-шы сыныптың. Ауызша тақырып, оқып түсініп алуыңызға болады. Тақырыпты ашып қарап көріңіз. Келесі біз мынау ақпараттың көлемін анықтау деген тақырыпты қарастырайық.
ақпараттың көлемін анықтау жалпы 2 түрі бар. Біз соның 8 сыныпта көрсетілген ақпараттың көлемін анықтаудың алфавиттік тәсілі дегенді өтетін боламыз. Жалпы алфавит дегеніміз ақпаратты ұсыну үшін қолданылатын шектелген символдар саны. Мысалға, біздің қазақ тілінде 42 әріп болатын болса, біздің қолданылатын символдар саны, біздің алфавитіміздің қуаттылығы 42 болады. Ал мысалға орыс тілінде 33 әріп болатын болса, оның қуаттылығы 33-ге тең. Енді бізде Хартли формуласы деген бар. Хартли формуласы ол міне n тең 2-нің i дәрежесіне немесе n тең 2-нің x дәрежесіне деп те жазылады. Кейбір кітаптарда негізінен бізде мысалға 8 сыныптың 4 баспасы болатын болса, біреуінде 2-нің i дәрежесі деп жазылған, біреуінде 2-нің x дәрежесі деп жазылған. Ол екеуі бір формула, шатаспаймыз. 2-нің x дәрежесі. Енді осы жердегі n бізде қуаттылық. Жаттап аламыз. n қуаттылық. X дегеніміз бұл символдың ақпараттық салмағы, немесе бит саны деп қойған, бұл жерде мысалға мынандай нәрсе есепте былай беріледі сізге. Алфавит қуаттылығы 64-ге тең деп айтылады. Мысалға, алфавит қуаттылығы 64-ге тең дейтін болса, n тең 64-ге деген сөз. Жаман жазылып кетті. n тең 64-ге. Енді осы жердегі символдың ақпараттық салмағын тап дейтін болса, яғни x-ті немесе i-ды тап дейтін болса, онда сіз 64-ті 2-нің қанша дәрежесі ретінде жаза аласыз? Соны жазасыз. 64 бізде 2-нің 6 дәрежесі, n тең 2-нің 6 дәрежесі деп жазасыз. Сонда x-тің немесе i-дың орнында мынау 6 тұр деген сөз, Жақсы, осыған байланысты бірнеше есептер қарастырып көрейік. Сонда түсініктірек болады сіздерге. Ақпараттық хабарлама көлемі 300 бит, 100 символдан құралған алфавит қуатын табыңыз. Біз мына формуланы қарастырмадық сіздермен. Бірінші мына есепті шығару үшін біз көлемнің формуласын жазуымыз керек еді. Көлем дегеніміз бізде үлкен I тең болады k көбейтілген x-ға. Біз жаңа x дегенді білеміз, ақпараттың салмағы немесе бит саны деп тұрды. Ал k дегеніміз бізде символ саны. K символ саны. I k. I ақпараттың көлемі. Ақпарат көлемі. Енді сонда ақпарат көлемін табу үшін I тең k көбейтілген x-ға екен, Жақсы, бізде бұл есептерді шығару үшін екі-ақ формула бар. Біріншісі мынау, k көбейтілген x, екіншісі n тең 2-нің x дәрежесіне. Осы екі формуланы пайдаланып есептерді шығарамыз. Енді мына есептің берілгеніне қарайық. Мыналарды өшіріп тастайын, жазып алыңыздар бұларды. Мынаны әдемілеп жазып қояйын. Енді берілген жазайын. Көлемі 300 битке тең дейді. Нау ақпараттың көлемін битпен өлшейміз үнемі. I тең 300 битке. Символ саны 100 символдан құралған дейді, яғни бұл символдың саны деген сөз. Бұны қандай әріппен белгілейміз? К мен белгілейміз, К бізде символ саны. К тең 100-ге. Бізге табу керек қуатын, n-ді табу керек. Енді біздің бірінші формуламыз мынау. Осы жерден I тең k көбейтілген x, бірақ бұл жерде n жоқ. N-нің формуласында n тең 2-нің x дәрежесі. Сонда біз бұл жерден x арқылы n-ді таба аламыз. X тең болады, мына формуладан x шығаратын болсақ, x тең болады үлкен I бөлінген k-ға. Үлкен I бізде 300-ге тең, мынау